Барлықтарыңызға қайырлы күн, сіздермен крипто базар. Бүгін бізде крипторинг шынымен де өзінің ең төменгі бағасына жетті ме? Алдағы уақытта крипторинг өсуі мүмкін бе? Сол нәрселер жайлы өз ойымды айтатын боламын. Одан бөлек әрине қандай үргендерді лонг шорт позицияларын ашып қарауға болады. Сол нәрселер жайлы да бұл видеода айтылады. Әрине видео ұнаса міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Каналға тіркелмеген болсаңыздар каналға тіркеліп лайк басып комментарий жазып қоңырауын басып қоюды ұмытпаңыздар. Енді қараңыздар, бұл жердегі айтылған сөздердің 100% бұл тек менің ойым, ешқандай финанстық кеңес емес. Бірінші, бізде тотал бірден бастауға болады. Барлық крипторингтің капитализациясы. Өкінішке орай дәл қазір TradingView Қазақстанда жұмыс жасамайды, 1,5 айдай болды. Қазақстанда жасамайды. Мен VPN-мен TradingView қолданып жүрмін. Ал VPN қосуға ерінген кездерде Binance-тың, Hyperliquid-тің, Aster'дің терминалдарын қолданамын. Әрине олар TradingView сияқты ыңғайлы емес, бірақ қолдануға болады. Болашақта мүмкін жақсы терминал табылады TradingView-ға ұқсас. Енді қараңыздар. Бұл жерде бізге не айтуға болады? Бұл жерде бізде дәл қазір 2024 жылы басталған восходящий тренд аяқталғанын 100% айтуға болады. Неге? Көргендеріңіздей бұл жерде слом болған, яғни осы жерлерде бұл тренд сынды, енді нисходящий тренд басталды. Нисходящий тренд басталғанына қанша уақыт болды? Бүйтіп қарай салайық, осы короче фильтр аласыздар өздеріңіз. Енді нисходящий тренд бізде болып жатқанына уже 315 күн болған, примерно 315 күн деп айта салады. Ал восходящий тренд бізде қанша уақыт болды? Ең төменгі нүктесінен қарасақ 1029 күн, яғни 1029 күн бойы бізде крипторинг өскен. Әрине барлық монеталар емес, білесіздер өздеріңізде. Енді 315 күн бойы крипторинг құлап келе жатыр. Бізде восходящий тренд всегда нисходящий трендке қарағанда ұзақ болады. Яғни восходящий тренд 1000 күн болатын болса, нисходящий тренд 300-400 күн болуы мүмкін. Салыстырып көруге болады. 2021 жылғы путикамен салыстырсақ та болады. Мысалға, осы жерден алайық. Осы жерде осыған дейін боковик болған, өте ұзақ боковик. Енді бүйтіп қарайтын болсақ, 616 күн бізде восходящий тренд. Ал медвежий тренд, яғни нисходящий тренд 403 күн. Ең төменгі бағасына айналатын болса 370 күн. Яғни бізде де дәл қазір осыған ұқсас жағдай болуы мүмкін. Яғни шынымен де нисходящий тренд жақын уақытта аяқталуы мүмкін, бірақ бізде өте ұзақ уақыт болатын боковик бар. Яғни қарайтын болсақ 800 күн. Яғни примерно 1 жыл, 2 жыл бойы рынок боковикке кетуі мүмкін. Әр кезде әртүрлі. Мысалы, осы жерде қарайтын болсақ 441 күн. Яғни дәл қазір рынок кішкене құлап, сосын боковикке кетуі мүмкін. Немесе боковик өте аз уақыт болып, қайттан бычкаға кетуі мүмкін. Ешкім ештеңе айта алмайды. Енді дұны қай жерде болуы мүмкін. Яғни барлық крипторингтің дұносы қай жерде болуы мүмкін. Ол үшін трендлайн тартып қарауға болады деп ойлаймын. Бірінші, яғни осы жерде бұл деген 1600-1700, тіпті көтере салуға да болады. Осы жерге қоя салуға болады. Дәл қазір дұносы жақын деп айта салуға болады. Бірақ мен ойымша ең дұрыс вариант бұл басталған, яғни осы жерден басталды, осы жерден қарап көруге болады деп санаймын. Осыған ұқсас. Көргендеріңіздей 1600 триллион. Солай ма? Солай айтыла ма? Короче, әлі бізге құлауға орын бар. 25-26%-ға дейін әлі крипторинг өзінің бағасын жоғалтуы мүмкін. 25-26% деген бұл крипторинг үшін өте ауыр. Яғни биткоин шынымен де 35-40 мың долларға дейін баруы мүмкін. 45-48 мың долларға дейін баруы мүмкін екенін білдіреді. Яғни тотал бір осылай айтады бізге. Ары қарай бізде боковик болуы да мүмкін. Яғни 2028-29 жылдарға дейін боковик болуы мүмкін. 2028 деп айтайық. 2027-2028 жылдарға дейін боковик болуы мүмкін. Ол өте ұзақ уақыт. Бұл жылы, яғни бұл бычкада, бұл циклда деп айтуға болады. Бұл циклда рынок өзін қалай көрсететінін әлі білмейміз. Бірақ алдыңғы циклдарда міндетті түрде боковиктер болған. Яғни бірінші боковик 2 жыл тұрған, екінші боковик 1,5 жыл тұрған. Солай боковиктер міндетті түрде болады деп санаймын. Қанша ұзақ уақыт боковик екенін ешкім айта алмайды. Себебі бұл жылы, бұл циклда шынымен де альтсезон болмады деп айтуға болады. Ал енді тотал 2.
Total 2'de алдымызда көргендеріңіздей осы жерлерге дейін құлауы мүмкін екенін айтқан болатынбыз, 686 миллиард. Яғни Total 2 деген ол не тағы да? Бұл биткоинсыз барлық альткоиннің капитализациясы, яғни бізде Total 2 әлі де құлауы мүмкін. Но осы жерге қарай көргендеріңіздей, мен бұны қателеспесем бір ай, 2 ай алдын айттым, яғни ол кезде бізде Total 2'ның капитализациясы әлі 1,20, 1,25 триллион еді. Қазір 881 миллиардқа дейін құлады, енді 686, яғни 686, 700 миллиардқа дейін шынымен де альткоиндар капитализациясын жоғалтуы мүмкін. Бұл бірінші. Шынымен де жаңа айтқандай Total 1 әлі 25%-ға өзінің капитализациясын жоғалтатын болса, Total 2-де міндетті түрде 650, 680 миллиардқа дейін барады деп ойлаймын. Енді бұл жерде де ұзақ уақытқа сыз қарайтын болсақ, жақындап қалған сияқты уже. Осы жерде алатын болсақ, көргендеріңіздей керісінше тренд тартатын болсақ, осы жерлерде айналада дно болуы мүмкін екенін білдіреді. Бұл әрине 100% информация емес, но бірақ шынымен де осыған мен сенгім келіп тұр, яғни шынымен де альткоиндар өздерінің дноларына келіп қалып деген нәрсеге мен шынымен де өзім сенгім келіп тұр, бірақ бұл жерде ложный пробой болуы мүмкін, яғни 700-ге дейін, 745, мысалы 750-ге дейін ложный пробой болуы мүмкін төменге қарай, сосын қайтып кіріп жалғасып кетуі мүмкін бұл тренд. Яғни бұл ұзақ уақытқа тренд бұзылмауы мүмкін. Ал тренд бұзылатын болса, бұл деген өте қатты құлауы мүмкін екенін білдіреді. Яғни тренд бұзылатын болса, тіпті осы 500 миллиардқа дейін альткоиндар өздерінің капитализациясын жоғалтуы мүмкін. Әрине менің өзім ойым шынымен тренд бұзылады деп ойламаймын. Тренд бұзылғанда да ложный пробоймен, яғни көргендеріңіздей 750, 700-ге дейін құлайды капитализациясы альткоиндардың бір сквизбен. Сосын ары қарай өсуін жалғастырып кетеді деп санаймын. Total 1 мен Total 2 туралы осылай. Келесі бізде биткоин. Биткоин жайлы не айтуға болады? Биткоинді бізде глобальный анализ жасап қарайтын болсақ, просто трендлайн жасауға болады. Осылай. Осыған ұқсас трендлайн жасатын болсақ, яғни биткоин бізде дносы 43 мың, 40 мың, 44 мың, 45 мың, смотря биткоин қай уақытта бұл трендлайнға баратынына байланысты. Яғни бұл жерде бізде қараңыздар, екі вариант бар. Бірінші боковик болуы мүмкін, яғни боковик ұзақ уақытқа дейін созылуы мүмкін, яғни 500 күнге дейін, 500 күннен кейін ғана биткоин бір сквизбен төгілуі мүмкін. Ол кезде 48 долларға барады. Яғни биткоиннің дносы 48 доллар болады. Ал қазірден бастап биткоин төгіліп бастайтын болса, ол кезде 41 мың, 38 мың долларға дейін, 38 мың, 41 мың долларда дносы болады. Бұл трендлайнның айтуына қарағанда, яғни биткоин бір сквизбен тез барып, аппаратына восстановление болуы мүмкін 50 мың, 55 мың долларға дейін. Ол әрине уақыт көрсетеді. Жаңа біз Total 1-ге қарағанда, Total 1-ге де осыған ұқсас жағдай, яғни шынымен де биткоин 40 мың долларға дейін құласа, Total 1-де осы айналаларда табылуы мүмкін. Яғни сол кезде біз ешқандай қорқынышсыз биткоиннің дносы деп айта аламыз деп ойлаймын. Әрине ондай жағдай болмауы да мүмкін. Неге? Себебі бұл альткоиндар үшін өте төмен, яғни биткоин шынымен де 40 мың долларға дейін құлайтын болса, басқа альткоиндарды жағдайларын айту өте қиын болады. Қараңыздар. Мысалы Starknet. Неге Starknet? Себебі бізде Starknet өте көп. Starknet ол кезде қанша пайыз бағасын жоғалтуы мүмкін. Қазірдің өзінен Starknet бағасын ол кезде примерно осы 50% деп айтайықшы, минимум 50%-ға жоғалтуы мүмкін. Ол кезде Starknet почти копейка болады. Бұл өте қиын. Кез келген альткоин үшін. Әрине Hyperliquid, Zcash, Dash, Monero деген сияқты өскен альткоиндарға бұл проблема емес, себебі шынымен де олар өсім көрсетті. Олар ешқандай қиындықсыз құлай алады. Оларда ход бар құлауға. Ал Starknet тағы да басқа Eggenler, Lido деген сияқты монеталарда линея құлауға ход жоқ деп айтуға болады. Почти таусылып тұр бұларда ход. Сол себепті мен өзім 40 мың доллар биткоин дегенге сенгім келмейді.
$50,000 айналасында сынау болып қалуы мүмкін деп ойлаймын биткоинда. Мен өзім солай ойлаймын. Дәл қазірдің өзінде мен альткоиндарды накоплить етуге тырысамын. Неге? Себебі жаңа айтқандай $40,000 қатысқым келмейді. Дәл қазір жай ғана биткоин болсын, басқа да монеталар болсын, накопление емес, енді боковикке кетуі мүмкін. Яғни өте ұзақ уақыт бойы бізде боковик болуы мүмкін. 100 күн, 150 күн, 200 күн, ешкім білмейді. Мүмкін қайттан тез өсім болуы мүмкін. Ол айту қазір өте қиын. Ал енді биткоин жалпы осы. Енді нефтімен бір қарап көруге болады. Нефтіда бізде не айта аламыз? Нефтіда бізде актуальный имбаланс болған. Көргендеріңізде имбалансты поглощение полностью болған жоқ. Бізде алдыңғы видеода айтқам, имбалансты полный поглощение болады. Қай кезде? Осы уровеньді биткоин алған кезде ғана. Өкінішке орай ала алмады. Төменге қарай кетті. Енді бізде дәл қазір вероятный сценарий ол $55,000 жақындау. Яғни бірінші $58,000, $58,000-дан жоғары көтеріліп көруге тырысу мүмкін. Яғни имбалансқа қарай. Одан кейін қайттан төмен қарай кету мүмкін. Осыған ұқсас жағдайлар болуы мүмкін. Дәл қазір бірдеңе айту биткоин үшін өте қиын. Әрине осы жерлерде шорт ашқан адамдар болатын болса, жай ғана шорт позицияны безу бітіп қоя салуға болады. Яғни ол қалай? Просто трейдтарыңызды нөлге қойып қоясыздар, болды. Сол кезде бізде ешқандай өзіміздің ақшамызбен рисковать етпейміз. Тек қана комиссия төлейсіздер позиция ұстап отырғандарыңыз үшін. Эфир бізде соңғы мен көрсеткен имбалансты полный поглощение болды. Четкий, грамотно поглощение болды, бірақ эфирдің құлағысы келмейді. Көргендеріңізде эфир шынымен де сол айналаны ұстап отыр. Яғни эфир биткоинға қарағанда дәл қазір мықтырақ көрінеді. Яғни эфир осы жерге дейін қайтып баруы мүмкін. Сосын қайттан көтеріліп көруге тырысуы мүмкін. Әрине ол биткоинға қарап көру керек. Себебі биткоин шынымен де осы точкадан өз имбалансты алуға тырысатын болса, эфир ол кезде бізде тіпті осы точкалардан көрініп қалуы мүмкін. Яғни 2163, 2163, 2200, 2218 деген сияқты точкалардан көрініп қалуы мүмкін. Ал биткоин ары қарай 58-ге қарай баратын болса, эфирде $1500-1600 айналасынан табылады деп ойлаймын. Эфирден де тоже осы имбалансты поглощать еткен кезде шот ашқан адамдар болатын болса, жай ғана күту керек деп санаймын дәл қазір. Эфирде де, биткоинға ұқсас ситуация, бірақ эфир биткоинға қарағанда сәл кішкене мықтырақ деп айтуға болады дәл қазір. Ал хайперликвидті бізде алдын айтқам, құлауға ход өте көп, себебі хайперликвид өте жақсы өсім көрсетті. Дәл қазір бізде осы точкада видеоны көрсеңіздер бар, айтылды. Осы хайперликвидтің пикі болуы вероятность өте көп екенін, жоғарыға қарай өскен күні өзінде бір сквиз болады деп айттым. Яғни бір сквиз болады, сосын обратно сразу төменге қарай кететінін айтқан болатынмын. Яғни осы жерде шорт жайлы бізде өте көп айтылды. Осы жерден шорт ашқандар болатын болса, дәл қазір тоже безу бітіп қоя салуға болады деп ойлаймын. Осылай. Жаңа старт сесім болды. Хайперликвид қай жерге дейін баруы мүмкін? Бізде Binance'да анализ жасалған хайперликвидқа осы үшбұрыш бізде болып жатқан кезде менде телеграмда пост болды хайперликвид желіміне. Осы үшбұрыштан төмен қарай кететін болсақ, хайперликвид $45,000-ға дейін баруы мүмкін екені жазылды. $45,000-ға жетуі мүмкін екені жазылды. Телеграмға кіріп оқып көрсеңіздер болады. Көргендеріңізде үшбұрышты біз төмен қарай тестік, грамотный астынан үшбұрышқа барып тестировать етті үшбұрышты, сосын төменге қарай кетті. Бұл жердің өзінде 4 сағаттықпен ашып қарайтын болсақ, ешқандай қиындықсыз шорт позициясын ашып көруге болатын еді. 1-2, 1-2 риск ревард 1-2 смело ашуға болады деп ойлаймын. Былай. Осыған ұқсас. Жоқ. Бізде қазір короткімен қараймыз. Міне, осы точкаларға дейін 2-58, яғни риск ревард 2-58. Өте жақсы.
Енді бізде бұл жерде дәл қазір не бар? Hyperliquid көргендеріңізде бұл жерде өте үлкен ұзын имбаланс болған. Сол имбалансты полностью поглощать ету вероятность өте үлкен Hyperliquidте. Hyperliquidте бұл имбаланста менің ойымша міндетті түрде реакция болады. Яғни Hyperliquid төмен қарай кетуі мүмкін. Сосын қайтып жоғары қарай барып көруі мүмкін. Себебі имбаланстардан 90% случайда реакция болады. Бірақ реакция кей имбаланстарда мықты болады, кейбір имбаланстарда аз болады. Яғни реакция болды деген сөз, ол 100% лонг ашуға болады деген сөз емес. Яғни рынок шынымен де мықты емес, слабый болатын болса, тренд нисходящий болатын болса, имбаланстардан жай ғана реакция болады. Яғни имбалансты полный поглощать етеді, одан кейін жоғары қарай кетеді. Сосын бірінші уровеньнен, алдынан шыққан бірінші уровеньнен обратно төмен қарай қайтады. Яғни бізде дәл қазір Hyperliquidте реакция болуы мүмкін, имбаланс поглощать еткен кезде жоғары қарай өсуі мүмкін кішкене, сосын қайтадан $45 дейін келеді деп санаймын. Көргендеріңізде. $42-43 дейін де құлауы мүмкін. Примерно осы айналалар деп айтуға болады, $44 екен. Ал олай болмауы да мүмкін. Яғни жай ғана бір сквизбен барып, қайтадан тез қалпына келуі мүмкін баға. Ол кезде шорт қарауға болады. Сквиздан кейін қайтып өскен кезде, сол кезде уже тағы да бір шорт көруге болады. Яғни ол кезде шорт қай жерге дейін? $30 дейін, $35-30 дейін деп айтуға болады. Әрине, Hyperliquidте бізде құлауға вероятность өте үлкен. Hyperliquid себебі енді ғана нисходящий трендке кіріп бастады. Оған дейін восходящий тренд болған, нисходящий тренд қаяқта аяқталуы мүмкін. Осы тұстарда деп ойлаймын. $26-25 Hyperliquid. Тіпті одан төмен қарай кетуі де мүмкін. Шынымен де Hyperliquid өте жақсы өсім көрсетті. Рынок құлап жатқан кезде Hyperliquid құламады. Сол себепті де енді Hyperliquidтің құлайтын кезе келген секілді. Hyperliquid шынымен де $26-27-30 ешқандай қиындықсыз баруға болады. Неге? Себебі өте көп альткоиндар кешірек құлайды. Сосын олар да по-любому өзінің сол 90-80%-ын отрабатывать етеді деп ойлаймын. Қараңыздар, бізде мысалы Zero деген монета болған. Мен почти ең жақсы көретін монеталардың бірі. Неге жақсы көріп кеттім? Себебі Zero бізде құламады, рынок құлап жатқан кезде. Көргендеріңізде әр өсімі бізде 80%, 64%, ортада тағы да 80%. Көргендеріңізде тез восстановление болып отырды. Өкінішке орай дәл қазір уже все, барлық бітті деп ойлаймын. $0.7 дейін құлады. Zero'ның түбі қай жерде болуы мүмкін? Zero'ның түбі $0.30 болуы мүмкін. Немесе $0.50 да болуы мүмкін. $0.30 мен ойымша келеді деп ойлаймын, себебі 11-12 күнгі октябрьде осындай сквиз барлық монеталарда болды. Почти 90% монеталар өзі сквизді полный отрабатывать етті. Яғни осы сквизге қайтадан келді деп айтуға болады. Бізде мықты монеталар Zcash, дәл қазір. Zcash'та тоже мен ойымша аяқталды. Осы точкаларда оғанда бұл Zcash жайлы айтылған, яғни почти тренд Zcash'те аяқталды деп. Сосын өте қатты құлады, восстановление болды. Қазір қайтадан астыға қарай кетуі мүмкін. Zcash, Monero, Dash деген сияқты монеталар қатты қараған келмейді, себебі шынымен де интерес жоқ деп ойлаймын. Бұл жерде бұл монеталардың барлығы менің ойымша $120 Monero жайлы бізде көп айтылды. Moneroның құлайтынын айтқан болатынбыз. Monero қай жерде? Менде видео бар, короче. $670 Monero төмен қарай кетуі мүмкін екен айтқан болатынбыз. Қазір Monero тағы да төмен қарай кетуі мүмкін. Қай жерлерге дейін? $100, $150 дейін. Енді қараңыздар, итог. Бізде дәл қазір 90% альткоиндар өздерінің дносының айналасында деп айтуға болады. Шынымен де ол монеталарды уже сатып алып бастауға болады. Ол менің ойым. Ал осы Zcash, Monero, XRP, Hyperliquid деген сияқты монеталарда әлі құлауға орын бар. Биткоинда да орын бар құлауға. Яғни биткоин шынымен де $40,000 дейін құлауы мүмкін. Ол кезде бізде альткоиндардың барлығы құлайтынына мен шынымен сене алмаймын, себебі жаңа айтқандай Starknet, Aptos, тағы да Zero деген сияқты монеталар ол кезде уже жоқ, дноға кетіп қалады. Ол деген өзінің максимумнан почти 99%.